Баршаңызға сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен өте дәмді, тез дайын болатын, әрі көп затты қажет етпейтін роколики рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға қантымызды, шымшым тұзымызды, жұмыртқамызды, айранымызды және де сұйық майымызды құйып, барлығын біркелкі маса болғанша араластырамыз. Сосын ас содасын немесе қопсыздықшымызды салып, тағы біркелкі болғанша араластырып аламыз да, ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Міндетті түрде ұнымызды аз-аздан сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Себебі әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан кейде көп, кейде аз ұн кетуі мүмкін. Маған осы рогаликиге 350 грамм ұн кетті. Қамырымыз өте жұмсақ және қолға жабыспайтын болып иленуі қажет. Қамырымызды илеп болғаннан кейін теңдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Қамырымызды жаяр кезде аз-аздан ұн сеуе отырып жаямыз. Қамырымыздың қалыңдығы 2-3 мл болуы керек. Міне қамырымыз осындай қалыңдықта болуы керек, өте жұқа етіп жаймаймыз. Сосын қамырымызды теңдей 8-ге кесіп аламыз. Қамырымызды кесіп алғаннан кейін ішіне шоколад саламыз, немесе өз қалауларыңызша вареный сгущенка немесе джем қолдансаңыздар да болады. Сосын видеодағыдай етіп қамырымызды орап аламыз. Рогаликилерді формамызға орналастырып болғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут, яғни қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Міне рогаликиіміз дайын, менде 25 минутта пісті. Және де осы тестадан менде 32 штук рогалики шықты. Өз қалауларыңызша сәндесеңіздер де болады. Мен осылай бетіне сақ арнайы пудра сеуіп шықтым. Міне осымен біздің рогаликиіміз дайын. Жасап көріңіздер. Өздеріңіз көріп тұрғандағыңыздай өте керемет әрі жұмсақ шығады. Үйдегі бар заттармен жасалынады. Және де миксерді қажет етпейді. Барлықтарыңызға ас болсын.